күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыз Жамбыл Жабаевтың зілді бұйрық өлеңі. Алдыңғы сабақта барлықтарыңыз Жамбыл Жабаевты өткен болатындар, Жамбыл Жабаевпен толық таныспыз деген ойлаймын. Енді бүгін біз сабағымызды қызықты бастау үшін жалпы сабақты мақсатымен таныстыра кетейін. Біздің сабағымыздың мақсаты шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу. Жалпы оқушылар, ұлттық құндылық дегенді қалай түсінесіздер? Ұлттық құндылық дегеніміз не? Оған нелер жатады? Ұлттық құндылық деген сөзді қалай түсінесіздер? Қымбат заттар. Иә, бір құнды, қымбат зат, иә. Тағы түсінеміз құндылық дегенді. Мен барлықтарына мынандай стикер тарататын боламын. Сол стикерге барлығымыз суреттегідей белгілі бір суреттің, жүректің суретін салып, ішіне өздерінің қалаған ойларына не келіп тұр, не салғыларың келіп тұр, сондай суретті, немесе белгілі бір сөзді, кез келген нәрсе ойларына не келіп тұр, қазіргі таңда не ойлап отырсыңдар, сол нәрсені ішіне жазсаңдар. Жүрек саласыңдар, жүректің ішіне өздерінің қалаған ойларына келген затты не істейсіңдер? Жазасыңдар, иә. Сурет салсаңдар да болады, немесе бір сөз жазсаңдар да болады. Барлықтары өздерінің креативтеріне байланысты. Қане тексеріп бастайық. Кім болды? Кім не салды? Айда не салдың? Не үшін жүрек салдың? Молодец, керемет. Ән салыпты, керемет. Жақсы кетті оқушылар, енді келесі топқа бөлінейік. Менің қолымда, кітап оқушылар тыныш, менің қолымда бір құпия жарлық бар. Осы қағазды таңдау арқылы аттарында сендердің қандай топта екендерің белгілі болады. Мен өзім таратып берейін, иә, сендерге? Сол бойынша орындарға отырамыз. Бірінші топ мына жерге, екінші топ, үшінші топ, төртінші топ, иә? Не? Менің қолымда қазір картоп ретінде істейік. Қазір бұл топты бір-бірлеріне жақтыратын боласыңдар, ақырын жерге түсіп алмаңдар. Және де мен әуен қосамын. Сол әуен тоқтаған кезде мынау кімнің қолында қалады, сол өз жұмысын айтады. Түсінді ма? Дайынбыз ба? Бай. Жамбыл Жабаев дегеніміз кім? Ол қандай өлеңдер бар? Жамбыл Жабаев дегеніміз Жамбыл Жабаев ақын, молодец. Біздің сабағымыздың тақырыбы зілді бұйрық жарлығы. Барлығымыз мұқият тыңдаймыз. Мен бүгінгі сабағымыз әрине тарихпен байланысты, Қазақстан тарихымен, иә. Жалпы Жамбыл Жабаев не үшін бұл зілді бұйрық өлеңін жазды? Ол алғашында Имен жарлығы деген өлеңмен аталған болады, атпен аталған болатын. Жалпы Жамбыл Жабаев, білесіздер, 1946 жылы дүниеге келген, 100 жыл жасаған ақындарымыздың бірі. Абай Құнанбаевпен несеген замандас болған екен. Абай Құнанбаев қай жылы өмір сүрді? 1845-1904 жылдар аралығында өмір сүрді. Жарайсыңдар. Жалпы бізде 1916 жылы оқушылар патша, біздің барлығымыз Ресейдің отарында болды, иә? Сол Ресей отарында болған кезде 30 маусым күні жарлық шығады. Ол жарлықта не дейді? Ол жарлықта Қазақ даласында 19 пен 45
65 жас аралығындағы ер азаматтар тыл жұмысына алынсын дейді. Ал ол ер азаматтар не істемекші? Ол кезде бізде үштік одақ пен Антантаның арасында дүниежүзілік соғыс болып жатыр. Дүниежүзілік соғысқа қазақтардың негізі қатысы жоқ. Ол патша үштік одақ пен Антантаның арасында болып жатқан соғыс. Дүниежүзі тарихынан білетін шығарсыздар, иә? Сол тыл жұмысына не істеп жатыр? Қазақтардың барлығын алып, не істеу керек? Окоп қазу керек. Сол окопты қазуға қазақтарды алып жатыр. Және де бір өкініштісі, сол кезде бізде Куропаткин деген басшы болған. Куропаткин өзінің құпия жарлығын жариялайды. Ол құпия жарлығында не дейді? Куропаткин айтады: бай мен болыстың балалары тыл жұмысына бармай қоюына болады. Ал ол қарапайым қазақ халқының ашуына тиеді. Және сол кезде бізде қазақтарда, мысалы сендердің жастардың дәлелдейтін туу туралы куәлік бар ғой, мысалы 2007 жылы туылған, осы күні дүниеге келген, жасы 16-да, 13-те, 11-де деген сияқты сендер жастарды біле алады. Ал ол кезде қазақтардың туу туралы куәлік болмады. 50-60-қа келген аталарымызды 45-ке толған жоқ деп не істеп жатыр? Жіберіп жатыр. 8-9, 10-13 жасар балаларымызды не істеп жатыр? 19-ға толды. 8-9 емес енді. Бір 14-15 жастағы балаларды 19 жастан асты деп не істеп жатыр? Тыл жұмысына алып жатыр. Сонда қанша адам алу керек дейді? 500 мың адамды тыл жұмысына аламыз дейді. Сол кезде оқыған тарихи оқиға бізде қазақ зиялылары екіге бөлінеді. Біріншілері не дейді? Біз бармаймыз, біз қарсы шығамыз, біз еліміз үшін, жеріміз үшін патша Ресей үкіметіне қарсы шығамыз. Ал екінші жағы Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Алаш зиялыларын білеміз ғой. Олар қан төкпеңіздер. Бәріміз сол 500 адам қан төккенде сол 500 адамнан айырыламыз, қырылып қаламыз. Өйткені ол кезде қазақтардың қолында қайқы қылыш, білесіңдер ме олар? Қайқы қылыш, ал патша үкіметінің қолында қандай? Зеңбіректер, кәдімгі күшті, мықты қарулар болған. Сол жағдайды көріп бізде Жамбыл Жабаев Зілді бұйрық деген өлеңдер жазған болатын. Түсінікті ме? Яғни ол патша үкіметінің, Ресей патшасының бұйрығына қатысты жазылған өлең болатын, иә? Ары қарай сабағымызды толықтыра кетеді. Туралы бір маңызды бір қызықты мәліметтер айтамын. Ол мәліметтерді сақтап алайық. Қазір есімізде сақтап алайық. Өйткені тапсырма орындаған кезде бұл тапсырмаларды қолданатын боламыз. Бірінші, Жамбыл Жабаев тұңғыш 20 ғасыр Гомер атанған қазақтың ақыны, яғни қазақтан шығып тұр 20 ғасырдың Гомері. Екіншісі, ешкімнен жеңіліп көрмеген айтыс ақыны. Білесіңдер, Жамбыл Жабаев бізде айтыскер ақын болған. Айтыскерлер қандай болады? Олар өлеңді қалай шығарады? Суырып, салып шығарады, сол жерде. Келесі 1938 жылы 15 шілде бізде Қазақ КСР кеңесінің тұңғыш сессиясында өзінің өлеңмен ашқан. Үлкен Қазақ КСР кеңесінде өзінің өлеңмен ашылады. Келесі Жамбыл ақын 100 жасағанын айтып, және Жамбыл Жабаев пен Абай Құнанбаев екеуінің арасы 6 ай ғана, яғни екеуін замандас деп айтсақ болады екен. Келесі бізде енді Жамбыл Жабаев туралы Балалар Жамбыл фильмін түсірген, оны көрсеңдер болады алдағы уақытта, Жамбыл Жабаевтың өмірі туралы. Келесі молда таяғынан кейін оқуға бармай қалған. Бізде алғашында сендер сияқты мектепке бармай, не істейді? Кімдерден білім алады? Молдалардан білім алады, иә? Молдаларға берген кезде ата-аналар не дейді? Ет сенікі, сүйегі менікі дейді. Ұрып оқытсаңда менің баламға білім берсең болды. Ол кезде ұрып таяқтап оқытатын болған. Сол молда таяғынан кейін Жамбыл Жабаев оқуға бармай қалған екен. Және келесі Өстепкеде, Есенәлі мешітінде, атқарыш Өстепкеде, Есенәлі мешітке атының өзі бірандай күлкілі, иә? Ол бізде сарказмға құралған өлеңдер. Өстепкеде деген негізі Уставка деген сөз ғой. Оны Жамбыл Жабаев қазақшалап Өстепкеде деп естіген өлең жазған болатын. Және 15 жасында атақты Сүйінбайдан аталған. Сүйінбай дегеніміз кім? Сөйлеп? Айтыскер. Молодец. Кімдермен айтысқан? Қырғыз адаммен. Бізде айтыскер ақын сол Сүйінбайдан бізде Жамбыл Жабаев бата алған екен. Жақсы отырар, естиміз, еститін боламыз. Үзінді. Верныйдан жандаралдар бұйрық қылды. Құйрығы бұйрығының тізілді. 31-19 алат деген су қалар халықта бұлқындырды. Жылады сорлы халық малын айтып, кеткен соң қолдан шығып келмес қайтып,
Қағазды бермейміз деп тайсалмай әке-шеше жатыр. Сұлан, пристав ашуланды, аламыз деп. Бұл таратпа қағаздарды не істеймін? Таратып беріп отырамын. Кімде көп таратпа қағаз, сол топ ең белсенді, ең жоғарғы балға бүгінгі күнде ие болады екен, иә? Бұл бағалары қойылатын болады. Кеттік оқушылар, келесі енді біз Жамбыл Жабаевтың өлеңі жалпы оқиғаның барлығын сіздерге ретімен айтып түсіндірдім, иә? Енді мына жақта сәйкестендіру тапсырмасы болады. Қайсы бірінші, қайсы екінші, қайсы үшінші борт болу өлеңмен. Бірінші, жастарды қудалауға ұшырауы, қамауға алынуы дейді. Бекболаттың және жолдастарының ұсталуы, зілді бұйрық өлеңінің шығуы, бұйрық туралы естіген халық наразылығы, халықтың қарсылық таныта бастауы. Енді оқиға бірінші неден басталады? Халықтың Зілдік бұйрық шығуы. Бұйрық туралы естіген халық наразылығы. Сима. Аха, жақсы, кім бірінші сәйкестендіреді? Кім бірінші орнынан тұрып сәйкестендіреді? Аха, сәйкестендіре ғой, тезірек. бірінші зілді бұйрық. Сәйкестендір аңшыға бар. Біріншісі не болады? Біріншіға зілді бұйрық шығуы дейді. Жақсы, сәйкестендір. Бірді апарып қой зілді бұйрықтың жанына. Ұстап тұрасына, ағаға алып келесің. Жарайсың, керемет. Келесі сен шыға ғой. Екінші қандай оқиға деп ойлайсың? Иә, кәне, көп көреміз, тексереміз. Аха, молодец. Үшінші шыға ғой, иә. Қыздар кезен танымыз. Жолдастың ұсталуы. Иә, кәне қойып көре ғой. Бекболат және жолдастардың ұсталуы дейді. Қазір тексереміз, мүмкін қате болуы мүмкін. Жақсы, кім шығады төртіншіге? Иә, шыға ғой. Аха, халықтың наразылық таныта бастауы дейді. Жақсы. Және бесіншісі? Аха, шыға ғой. Бесіншісі әрине соңғы қалған. Дұрыс емес? Кәне өзің жөндеп көре ғой. Қай жерді өзгерту керек? Ау? Иә, кәне сен қай жер қате деп ойлайсың? Төртіншісі қате деп ойлайсың ба? Аха, төртіншісі не тұр бізде төртіншісінде? Жастардың құдаларға ұшырауы, қарсылық таныта бастауы дейді. Тексереміз ба, әлде қате бар ма? Қане қарайық. Қате бар ма? Екі дұрыс емес сияқты. Екі дейді. Екі бізде бұйрықты туралы естіген халық наразылығы дейді. Екі мен үш ауыстыру дейді. Бір дұрыс емес. Иә, шыға ғой. Қай жерде ауыстыру керек? Екі мен үшті. Так, тексереміз ба? Қане тексерейік. Мүмкін бізде қате бар екен. Так, Мен ойымша бірінші дұрыс зілді бұйрық өлеңі шықты. Екінші не істейді? Халық наразылық таныта бастайды, иә? Төртінші бұйрық туралы естіген халық наразылығы. Екінші халықтың наразылық таныта бастауы. Және соңғысы бізде Бекболаттың және жолдастарының ұсталуы. Бекболат дегеніміз кім? Бекболат Әшекеев туралы естідік пе? Дұрыс жауаптарын көрсететін болсақ, осылай болады екен, иә? Жақсы. Жаңа белсенді ақшалар бөлек қой. Алғашқы ақшаның суреттері көрсетілген. Сондықтан барша белсенді болған тұрсайық. Так, келесі бізде. Басты ұлттық құндылық қандай? Ақын бұл өлең арқылы бізге не айтқысы келеді? Өлең топпен ақылдасамыз, әркім өз ойын білдіреді. Басты осы сұраққа жауап бересіңдер. Халық қандай болды? Халық не істеді? Мысалы, жаңа айтып отырсыңдар, халық наразылық танытты деп отырсыңдар, иә? Сол нәрсені жазасыңдар. Пристав деген кім? Басшылықта отырған адам, иә? Ол қандай болды? Ол не істеді? Халыққа не істеді? Сол нәрсені Ақбетпен мынаған топпен ақылдасып, ойласып, түсінгенімізбен жазатын боламыз. Не істейді деп
түсейші. Олар не істеді? Халықтың сипаттамасы. Халық үкіметке қарсы шыққан. Өз азлығын көрсетті. Азғындығын көрсетті. Халық үкімет көтеріліске шықты. Көтеріліске шыққан кезде шықты. Оларды 15-16 жасар балаларды ерте 19 деп ойлап соғысқа алып кеткен. Иә, ол ойнаған жоқ, әдейі жіберген болатын, иә. Иә. Тепсе темір үзетін байдың болыстың балалары 35-40-ға бармады. Олар екеуі бай болыстың балалары болды, иә. Жақсы, керемет жауап. Так, бір-бірімізді кітап үйренейік. Халық зілді бұйрықтан кейін халықтар өте бұйрық назарлық танытып зілді бұйрыққа қарсылық туындатты. Сол халықта кемпір мен шалдар балаларын аяп, балалары сол жарлыққа кетіп, кейбіреулер бармаймыз, қаламыз деп тұрды. Ал Пристаев сол бармағандарды бастарын ойып түрмеге апарып жазалаймыз деп айтқан. Сол кезде халықтар екіге бөлінді. Біріншісі қаламыз деп, екіншісі барамыз деп екіге бөлініп кетті. Қан төкпеңіздер дегенімізде кімдер болды? Алаш? Алаш. Алар болды, иә. Жақсы, маңызды. Бірінші топ. Қазір күндегі